Енді Инстаграмда, сторизда да және постта да неге жіберуге болады, продвигать етуге болады. Сторизда продвигативасында шығып тұрады. Соны басасыздар. Кішкене ойланып тұр. Міне, мұнда ваш профиль сайт немесе дайрект таңдалады. Сайтқа WhatsApp номерлеріңізді қойсаңыздар болады, немесе осы профиль, яғни Инстаграм парақшаларыңызды таңдасаңыздар болады. Далее басып, создайте свой аудитория дегенді басамыз. Название аудитория дегенге кез келген ат жазуға болады. Бұл көрінбейді. Мысалы үшін курс, өзіңізден басқа ешкімге көрінбейді. Курс 1 дейік, одан кейін мына жерге Қазақстан деп жазайық. Немесе сіз тек қана бір қалаға ғана жұмыс жасайтын болсаңыз, бизнесіңіз бір қалада болса, тек сол қаланы таңдауға болады. Мысалы үшін Атырау болса Атырау, немесе Астана болса Астана деп. Ой, мен қазір Қазақстан деп жазайын, бүкіл Қазақстанға жіберетін болғандықтан. Міне, Қазақстан страна деген таңнан готов дегенді басам. Сосын возраст, қараңыздар, возрастта, жоқ, енді интересы таңдаймыз. Мысалы үшін мен курс өткізетін болғандықтан, маған бизнес образование немесе малый бизнес деген нәрселер менің интереснейімді жатады. Егер сіз өзіңіздің бизнесіңізге байланысты интересный таңдау керексіз. Сосын возраст, ақша төлей алатындай жастар таңдаймын. 24-35 жас аралығын таңдадым. Ұзақ жас таңдасаңыздар көбірек адамға көрсетіледі деген нәрсе жоқ. Сондықтан да дұрыстап таңдаңыздар. Келесі бюджет деген жерге мен 2 күнге қойғым келіп тұр, $3. Бұл промокациям, бұл жіберген баннер өте ма, өтпей ма көру үшін. Создать промокация дегенді басам, менде оплата жазылып қойған. Сіздерде жазылмаған болса, жазуды талап етеді. Карточкаларыңыздың номерлерін, аты жөндеріңізді осында тіркеп қоясыздар. Келесі пост арқылы продвижение жасау, продвигать деген батырманы басамыз. Ваш профиль дегенді басасыздар. Далее басамыз. Сосын мұнда өз аудиторияларын создать етесіздер. Жаңағыдай, дәл жаңағы стористағыдай. Сосын бюджетті таңдаймыз. Ең басында баннеріміз адамдарға өте ме, өтпей ме, соны тексеру үшін аз күнге және аз ақшаға қойған дұрыс. Келесі, мұнда жазылып тұрған болса, еш нәрсе сұрамайды, создать промокация.